Табиғат сыйлаған тамаша талантымен тыңдарман қауымның қошеметіне бөленіп жүрген Аягөз Қалмағанбетова Щучье қаласының тумасы. Мектепте оқып жүргенде-ақ балауса даусымен елді елең еткізген. Сол кездің өзінде балдырған көңіл қияға алып ұшып, биік сахнадан әуезді ән салып, тәмам жұртты тәнті етсем дейтін нәзік арман оты тұтанып, қызылды жасылды қиялға берілетін. Арман алдамайды екен ғой. 2010 жылы Көкшетаудағы Біржан-Сал атындағы музыка колледжіне түсіп, 2014 жылы жақсы аяқтап шықты. Әсем әншіліктің айшықты биігі әлі де тым алыста тәрізді болып көрінетін. Бойындағы білімін шыңдау мақсатында Астана қаласының Қазақ ұлттық өнер университетіне оқуға түсті. Ән өнерінің белгілі майталманы, ұлағатты ұстаз, профессор Роза Рустамбекқызы Тлинчиевадан білім алып, өнерін шыңдай түсті. 2018 жылдың тамыз айынан бастап, үкілі Ыбырай атындағы Ақмола облыстық филармониясының әншісі ретінде еңбек етіп келеді. Әнші өзінің әдемі лирикалық сопрано даусымен әнші қауымның жүрегін жаулап, көңілдерін көктем етуде. Рухани қазынаның айрықша қуаты, айшуақ сәулелі бір саласы осы ән. Сахна төрінде тәжірибе жинақтап, туа бітті талантын ұштап, ән әлемінің ғажайып көгіне таңғы шықтай мөлдіреген махаббат пен қанат қаққан зор талап, ыстық ықылас өз нәтижесін берді. Бар болмысы, ұлы өнердің ұлағатын ұғып, тұма бұлағынан сусындаған өнерпаз бірнеше халықаралық байқауларда топ жарды. Сахна төріндегі өміршең өнері лайықты бағаланып, алғыс хаттар мен марапаттарға ие болды. Осы аз ғана уақыт ішінде Қытай, Германия елдерінде өнер көрсетті. 2025 жылы Шапағат мемлекеттік наградасының иегері атанды. Ел мерейін асырып, мәртебесін биіктеткен, туған халқына өнерімен қызмет еткен Аягөз Нұрғалиқызы сәукелелі сахна төрін әдемі де ғажап даусымен көмкеріп, ән аспанында жарқырай жадырап, мерейлене биіктеп, ұлы өнердің шалқар көшіне қосылып, халқына қызмет етуде. Өміршең өнер сапары ұзақ та мағыналы болғай.